Марал қаланың тәрбиелі қызы. Университетті енді аяқтап, ауылдың жігіті Айдосқа тұрмысқа шыққан. Ауылға келін болып түскеніне көп бола қоймаған. Жас, сымбатты, сыпайы, бірақ тұрмысқа енді үйренісіп келеді. Үй шаруасына онша епті емес. Кешкі ас дайындауы ұзаққа созылады. Нанды сәл күйдіріп алады. Кір жуғанда ұсақ түйекке мән бермеуі де мүмкін. Енесі Гүлсім апа ауылда абыройлы, бір сөзді, таза, ширақ әйел. Көп жылдар мектепте жұмыс істеген. Маралдың баяу қимылдарын көріп іштей ашуланады. Бірақ ешқашан ұрысқан емес. Тек құрбысына күнде телефон шалады. Әй, сандуғаш, біздің келін тым жай басар. Қаланың қызы ғой енді. Үйреніп кетер ме екен? Бұл әңгімені Марал кездейсоқ естіп қалады екен. Жүрегі шым етті. Енесінің күлімдеген жүзінің артында сын айтулар жатқанын білмеп еді. Жылаған жоқ, іштей ренжіді, бірақ білдіртпеді. Сол күннен бастап Марал өзін одан да қатты тырысуға мәжбүр етеді. Мен бұл үйдің келінімін, енем екінші анам. Өзімді мықты екенімді, қолымнан барлығы келетінін дәлелдеуім керек, деді іштен. Таңымен ерте тұрып, шайын демдеп, бауырсақ пісіріп, енесінің сүйікті тамағы қуырдақты дайындай бастайды. Бірақ кейде бәрібір сәл-пәл кемшілік кетіп қалады. Тұзы аздау не сәл көп. Енесі қайттан телефонмен. Ниеті бар, бірақ бәрібір бір түрлі, деп тағы айтады. Мен енді ешқашан жарамаспын-ау, деп күйзеледі. Бір күні Айдос екеуі қалаға барады. Марал дүкен аралап жүріп, көзінің шалдысымен әдемі камзол мен жібек орамал көреді. Енеме жарасатын сияқты, деп ойлайды. Сатып алып үйге келген соң енесіне «Апа, сізге кішкене тарту әкелдім», деп сыйлығын береді. Гүлсім апа көздеріне жас алды. Бір сәт үнсіз отырып қалды. Қалқам, мен кейде тым сыншыл боламын. Сені көрші сандуғашқа айтып жүргенін біліп қойдың ба? Деп сыбырлады. Марал үндемеді, күлді. Апа, адамның жүрегі сезеді ғой, деді. Сол күннен кейін Гүлсім апа баласына былай дейді. Айдос, менің келінім өте ақылды. Сенің таңдауың расында да сәтті екен. Жылдар өтті. Үйге сәбидің күлкісі естілді. Енесі енді күнде құрбысына. Әй, сандуғаш, менің келінім Алланың берген сыйы. Өз қызымнан артық көріп кеттім, деп мақтанады. Бастапқыда көңілдің түсініспеушілігі болғанымен, мейірім мен сабыр барлығын жеңді. Келін мен ене бір үйдің қос қанаты. Кейде тастарды да аспен ату адамдықтың ең жоғарғы үлгісі. Марал мен Гүлсім апаның оқиғасы соның дәлелі. Егер сізге осындай оқиғалар ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз және қалған видеоларды қарап шығыңыз.